Бұл Айбек Барыс. Қазақтың мықты жігіттерінің бірі. Инженер, саясаткер, бизнесмен, спортсмен және меценат. Қысқасы ауылының ері қайсы деген кезде үй алмай алып шығатын жігіттердің бірі. Бұл Айекеңнің мықтылығы сол мына тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы ең тұңғыш болып мынандай қару-жарақ жасайтын және ауыр техникалар жасайтын компанияның директоры. Бұл кісі басқаратын жаңа Қазақстан Paramount Engineering деген осындай үлкен бір компания. Бұл әлемдік топ 3-ке кіретін компания. Осы жақында да міне неше түрлі елдің президенттері келіп тіпті таңғалып қарап кетті. Және бір қызығы, бұл Қазақстан Paramount Engineering компаниясында тек қана мынандай ауыр техникалар өндірмейді. Міне ағамыздың өз аузынан естейікші, неше түрлі саладағы, осы әскери саладағы техникаларды жасайды екен бұл компания. Қараңызшы. Холдингті аспан, боеприпас шығаратын, ВСЕ дейсізді, білесізді. Система управления огнем, рация, связь, локаторы бәрі. Мынау КПИ же қазір тұрған завод. Мынау Барыс Трак ана XCMG мен грузовик шығаратын. Барыс Dynamics біз холдингтің аты. Мынаның бәрі соның ішіне кіреді. Мынау біздің туымыз. Ассаламалейкум. Бұл деген ғажап емес пе? Мына бізде айтамыз ғой, бізде Қазақстанда тек қана көктазик қана шығарады деп. Қайдағы көктазик? Міне мынандай мықты техникаларда шығарып жатқан жігіттер бар бізде. Және бұл кісінің шығарып жатқан техникаларының тағы бір артықшылығы, әрбір жаңағы Арлан, Барыс болсын, тағы бір осындай мықты бронды әскери техникалардың ішіндегі бүкіл жазудың бәрі қазақ тілінде. Міне өздеріңіз қараңыздаршы. Бұл деген керемет қой. Қысқасы, бұл ағамыз тек қана біздің экономикаға және мына қорғанысқа ғана емес, мына қазақ тілінің дамуына, қазақ идеологиясының дамуына да үлес қосып жатқан адам. Және тағы да бір айта кетерім, бір ғана рельспен ойлап қараңызшы, осыдан бір шамамен 1-2 жылдай бұрын осы Айбек жаңағы өзінің инстаграмдағы парақшасына 30 рет отжимания, 30 рет отырып тұрып видео салып, кім менің осы челленджімді қайталаса, сол қайталағандардың арасында бағалы сыйлықтар ойнатам деп бір видео салған кезде бүкіл Қазақстан сол челленджді қолдап кетіп, дәл қазіргі уақытта бәрі бірігіп, міне Барыс мінез деген керемет осындай бір бірлестік құрып алған. Қазақтың әрбір жеріндегі әр облысында бір осы Барыс мінездік жігіттер бар. Мен өзім де осы солтүстік Қазақстаннан Барыс мінез құрамындамын. Алдында мынау Көкшетауда, Бурабайда біздің жиынымыз өтті. Сол жерге Айекеңнің өзі де келді. Көрдіңіздер ма? Тек қана жаңағы қорғанысқа ғана емес, басқаға да дүние емес, қазақтың мына жігіттерінің мықты, рухты болуына да бұл кісі үлкен үлесін қосып жүр. Сол себепті қазақтан шыққан осындай мықты жігіттерді қолдайық. Көріп қалсаңыздар, видеоларын көріп қалсаңыздар, барынша таратып, лайк басып қолдап жүрейік. Ал тәуекел, теріске бізге аманат. Бар болыңыздар.